Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Видео басталмастан бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін сіздерге светлый серебристый адлер жөнінде болмақ. Бір бауырым сұрады, осы адлер туралы видео түсіріш, жұмыртқа қанша туады жылына, осы туралы толық ақпарат берші деген болатын. Бүгін сіздерге осы туралы толық ақпарат беретін болам. Ең бірінші атистерінің салмағы 3,5, 3,7 килограмм болады. Атистің салмағы примерно, тауықтың салмағы 2,5, 2,7 килограмм болады. Енді тауықтар жұмыртқаны жылына 180-200 штук жұмыртқа туады. Кейде 210 штук жұмыртқа туады. Енді бұлар ет бағытында да, жұмыртқа бағытында да өте керемет тауықтар деп айтсам болады. Енді бұлардан 10-нан бірі, 10-нан 2-сі ғана балапан шығаруға, балапан күрікке жатады. Енді одан артық точно айта алмаймын. Енді 10 адлерден 10-ы түгел басады деп. Адлер енді шама келгенше бұлар жұмыртқа бағытына арналған тауықтар деп айта аламын өз басым. Және де етін пісірген жағдайда да үй тауықтарына қарағанда бұлардың еттері тез піседі, жұмсақ болып піседі. Осы енді пока айтатын жағдай. Енді бұлар қысқа да, жазға да төзімді деп айтсам болады. Енді ауру жағына келгенде, енді бір ауру болатын болса, енді қалай айтсам болады, бір ауру келсе, енді бұлар кішкене ауруға слабилау болады. Бұларға бір ауру жабылса ма, бұлар резко әлсізденіп кетеді. Сол себепті бұларды шама келгенше ауыртпай ұстаған дұрыс. Енді пока бұл туралы толық ақпарат бердім деп айта алмаймын. Бірақ енді әзірге осы ақпаратты бере аламын. Өзімнің ұстап жатқаныма осы бірнеше жылдар болды. Адлер ұстап келе жатқаныма. Осы міне біздің тауықтарымыз. Если жоқ осы видео ұнап жатса, лайк басып, лайк, комментарий, просмотрлар көбейіп жатса, енді адамдардың тағы да мына сұрақтары болса, домашний туралы, брамы туралы, австралиялық туралы сіздерге толық ақпарат керек болса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде солар туралы видео сіздерге түсіретін болам. Осы бізде бүгінгі видео.